Ал сонымен құрметті жақсылар, біз бүгін автомобиль Барс базарына келіп отырмыз. Алматыдағы Қаскеленнің маңайындағы. Бүгін күн жексенбі 18 маусым 2023. Біз арзан қатарға келдік. Осы жердегі автокөліктерді сіздерге таныстырып өтетін боламыз. Құрметті бауырлар, көрушілер, автосүйер қауым, осы видео ұнаған болса, пайдалы болған болса, астына лайк басып, өз пікірлеріңізді комментария қалдырып отырыңыздар және арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Ал кеттік, бастаймыз. Бірінші түсіретін көлігіміз 92 жылғы Golf автокөлігі, 850 мың теңге деп тұр. Арзан қатардағы. Телефон номерін назарларыңызға көрсетіп қояқ. 92 жылғы осындай варианттар бар. Механика қорапта. Қозғалышы өздеріңіз пікір қалдырып айтып отырасыздар. 1.8 болса керек. Көріністер хабарласыңыздар көлік иесімен. Арзан қатардағы камерлердің бірі 92 жылғы 2.2 2 миллион 200 сұрап тұрған бағасы. Телефон номер назарларыңызды. Велюр салонда, автомат қорапта. Бұл автокөлік жағдай орташа, енді 2.2 GL комплектациясымен көріңіздер. Көлік ұнаған болса хабарласпаңыздар. Алдымызда Mitsubishi Galant 1.6 автомат, 1 миллион Харизма екен. Кешірім өтінем, Харизма. Mitsubishi Харизма. Телефон номерін жағы экранға көрсеттік. Автомат қорапта бұл автокөлік. Mitsubishi Харизма. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Осындай варианттар бар. Көліктің жағдайы осындай. Тағы да бір көгілдір түстегі Mitsubishi Харизма. Сұрап тұрған бағасы 2 миллион 850 екен. 99 жылғы рестайлинг деп қойыпты. 1.6 автомат. Телефон номерін көрсетіп жіберейік. Алдыңғы жетек, кондер, кондиционер, степ, мұздатып тұр. Осындай Барс базарында арзан қатардағы автокөліктердің бірі. Арзан ба, қымбат па, пікір қалдырып, өз ойларыңызды айтып отырыңыздар. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Арзан қатарда тағы бір Camry көріп тұрмыз. Toyota Camry 2.2 92 жылғы автомат дейді. 3 миллион саудасы бар деп тұр. Телефон номер. Көлік иесіне сұрақ қойып, қаншаға бересің реально? 2.8-ге берем дейді. Америкалық нұсқа ғой, Аха. Көріңіздер, достар, көліктің жағдайы осындай. Ге берем деп тұр көлік иесі. Хабарласып қойыңыздар. Сонымен арзан қатардағы осындай Мерседестің біреу кездесіп қалды. 124-ші Мерседес шанағында, 89 жылғы автомат 2.3 екен. 1.4 деп қойыпты. Срочно сатам, 1 миллион 400-ге. Телефон номер назарларыңызда. Осындай ашық жасыл түсте. Ішін әдемілеп жасап қойыпты, достар. Автомат қорапта екен. 124-ші шанақтағы Мерседес. Осындай іздеп жүрген кісілер болса, осындай автокөлік бұл Барс базарында тұр. Бүгін көріңіздер, көлік иесімен хабарласып қойсаңыздар болады. Алдымызда Mitsubishi Galant арзан қатардағы автокөліктердің бірі. 92 жылғы 2 қозғалышымен механика. 1 200 деп шығарып қойыпты. Телефон номер назарларыңызда. Келісеміз деп тұр көлік иесі. Механика қораптағы осындай кезіндегі әйгілі галанттардың бірі. Моржасын әдемілеп тұрып жоғарыға қаратып қойыпты. Көріңіздер, хабарласыңыздар, достар, көлік ұнаған болса. Сонымен тағы бір Camry көріп тұрмыз. Арзан қатарда бүгін Барстағы 93 жылғы 2.2 механикасымен 2 миллион 650. Телефон номер назарларыңызда. Велюр салонымен, механика қорабымен 2.2. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Toyota Carina E сұраған кісілерге арзан қатардағы Toyota Carina E 94 жылғы 2 қозғалышымен автомат. 2.9 сұрап тұрған бағасы. Автомат қорабымен, велюр салонымен, хетчбек түрдегі автокөлік. Көріңіздер, достар, көлік ұнаса хабарласпаңыздар.
Алдымызда 2013 жылғы Gentra Nexia көріп тұрмыз. 2 миллион 100-ге телефон номерларын экранға жазып қойыпты тізіп. Автокөліктің жағдайы осындай. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Көлік ұнаған болса. Сонымен тағы да бір Nexia көріп тұрмыз. 2012 жылғы Nexia. Телефон номері ғана қалдырыпты. Және бағасы 1 миллион 750 деп тұр. Автокөлікке сұраған бағасы осындай сұр түсте. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Келесі көлігіміз Mitsubishi Spetswagon арзан қатарда, барыстағы 2 қозғалышымен 93 жылға. Телефон номері назарларыңызда. Минивэн 7 орындық, төбесінде рейлингі бар. Осындай жағдайдағы автокөлік өздеріңіз көріп тұрғандай. Көріңіздер, хабарласпаңыздар. Тағы да Spetswagon көріп тұрмыз. Mitsubishi 96 жылғы екен. 2 қозғалышымен 2 миллион 450. Осы номерге хабарласып қойсаңыздар болады. Осындай көк түстегі Mitsubishi Spetswagon. Тағы да қасында тағы біреу тұр. 2,5 миллион дейді, 93 жылға. 93, 2 механика. 2-де 5 сұрап тұрған бағасы. Велюр салонда, төбесінде рейлинг бар, люгі бар екен. Мына екеуінде люк жоқ. Мына автокөліктің люгі бар. Енді салыстырма түрде үшеуінің қайсы жақсы десек, мына автокөлік кішкене жағдайы күтілген жақсы екен. Көріңіздер, автокөліктер ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Camry 10-дық алдымызда осындай әдемі ақ түсте, маржан түсте деп айтсақ болады. Құймалы дискісімен 92 жылға 3 автомат, 2-де 4 сұраған бағасы. Телефон номері назарларыңызда, көрінбей қалды. Соның қарағанда көлік иесіне хабарласып көрсеңіздер болады. Болатын бағасы қанша, бауырым? Болады. 2-ге берем дейді. Реально алам деген клиент болса 2 миллионға бере салам дейді. Автомат қорабымен өздеріңіз байқасаңыздар. 3 қозғалыштағы Toyota Camry'лардың бірі. Көріңіздер, хабарласыңыздар. Сонымен достар, әйгілі Mazda 626 850 мың деп жазып қойған бағасын. 92 жылғы 2-де 2 механикада. Телефон номер назарларыңызда. Төбесінде жүк салатын мынандай багажы бар, құймалы дискісімен. Велюр салондағы осындай круиз контроль бар деп тұр. Осындай жұмыскер. Полный электропакет. Толық электропакет деп тұр. Арты кең. Осындай нағыз жұмыскер автокөлік іздеп жүрген кісілерге осындай 850 мыңға осындай варианттар бар. Болатын жер қанша бағасы? Негізі айтып қойсаң. 700-ге сондайға бере саламыз деп тұр. Көріңіздер, бұл авторынық барыстағы арзан бағалардың бірі. Реально алам деген кісілерге осындай реальный бағалар бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, Mazda Cronos 93 жылғы алдымызда әйгілі Маздалардың бірі 2 қозғалышымен механика қорапта. 1 миллион 100 деп сұрап тұр екен көлік иесі. Болатын жер қанша болып тұр? 950-ге берем дейді. Уалейкум салам. Жақсы. Телефон номерін назарларыңызға көрсетіп жіберейік. Төбесіне мынандай әдемі поперечный рейлинг салып қойыпты достар. Автокөлік хэтчбек 626 Mazda Cronos. Көріңіздер, хабарласыңыздар, көлік ұнаған болса. Сонымен достар, алдымызда тағы да бір Mazda Cronos. Телефон номерін қалдырып кетіпті. Mazda Cronos 626 95 жылғы екен. 2 5 саттан тұратын механика қорап. Телефон номері назарларыңызда. Бағасы 1 миллион 750 деп жазып қойған екен. Қыстық резинамен тұр автокөлік, Велюр салонда. Хэтчбек түрдегі Mazda Cronos. Осындай Cronos деген кісілерге осындай варианттар бар. Көріңіздер, көлік ұнаған болса хабарласып қойыңыздар. Nissan Zafira, Nissan Maxima сұраған кісілерге 98 жылғы 3 қозғалышымен автомат. Осы номер телефонына хабарласып қойсаңыздар болады. Әйгілі Максималардың бірі. Жасыл түстегі арзан қатардағы
осындай варианттар бар. Көріңіздер, хабарласыңыздар достар. Көлік ұнаған болса, және бүгінгі видео түсірілім осындай болды. Арзан қатардағы видео пайдалы болған болса, астына лайк басып, арнаға жазылып тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық достар.